Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермен, сіздермен бірге мың жаса YouTube арнасы. Мен Есенгелді Таңшолпан. Бүгін бізде қонақта кәсіпкер жазушы ағамыз Данияр Беркінбаев. Бүгінгі сұхбатымыз жалпы Данияр ағамыздың «Әрекетке берекет» кітабы бойынша болайын деп тұр. Бұл кітаптың ішінде не жазылған, қандай ойларыңыз бар, және де неге дәл осы кітапты жазуыңыздың себебі қандай, сол сұрақтарды талқыласақ. Енді қазір мына 4 кітаптың авторымын. Ал мынау «Әрекетке берекет» кітабым, ең соңғы шыққан кітабым. Осы соңғы кітапты қандай кітап жазсам екен деген кезде, енді өзімнің 30 жылдық тәжірибем бар. Содан кейін кәсіпте, содан кейін көрген, білген, түйгендерім көп екен. Сондықтан енді осы кәсіп туралы болсын деп осы тақырып таңдадым. Енді айтатын болсам, бұл не үшін кәсіп таңдадым десек, бұл жерде кәсіпте біз енді жаңадан тәуелсіз мемлекет болдық. 30 жылдай ғана историямыз бар. Сол кезде осы жаңа нарық заман келді. Оның алдында кеңестік кезде, Совет өкіметінің кезінде ешқандай кәсіппен айналуға рұқсат берген жоқ. Ол кезде кәсіп істеген адамды спекулянт деп қудалады. Сондай жағдайлар болды. Сөйтіп, халықтың бәрі өкіметке қарап қалды. Жеке өзінің бір инициатива, өзінің бір тірлік істеймін деген ешқандай амбиция ештеңе болмады. Соның кесірінен мына 90 жылдар енді нарықтық экономика тәуелсіздік алып, нарықтық экономика келген кезде адам барлығы өзі жұмыссыз қалды. Не істерін білмей қалды. Сол кезде енді бәрібір де адам тіршілігін жасау керек. Осы бір кәсіп істеп, өзі бір сауда саттықтан бастады ғой адамдар. Сөйтті. Ол кезде олар коммерсант дейтін тұғын. Одан кейін олар мазақ қылатын. Өйткені ол кезде коммерциямен тек қана мынау өкіметте жұмыс таппай қалған адам ғана айналысатын тұғын. Сөйтіп, сондай кездер болды. Одан кейін енді жалпы халық аңырап қалғаннан кейін, тіпті президентіміздің өзі, Нұрсұлтан Әбіш Назарбаевтың өзі, өздерің өкіметке арқа сүйей бермейді, жеке тірліктеріңді істесеңдерші деп айтуға да мәжбүр болды. Осындай кездер болды. Сөйтіп, одан бері заман өтті, Құдайға шүкір, одан бері дамып жатыр. Барлықтар елдің көзі ашылды. Енді бала шағаны бағу керек, тірлік істеу керек. Сөйтіп, қазір енді кәсіп жақсы деңгейге келді деп ойлаймын. Бірақ енді ақпарат та жетеді. Оның ішінде де бірақ енді көпшілігі шетелдің ақпараттары болғаннан кейін, олардың бәрі бізге енді біздің менталитетке тура келе бермейді. Сондай факторларға байланысты мен де өзімде көптеген кітаптар оқыдым ғой. Содан кейін енді мына кітап жазып жатқан кезде, сол елге өзі нақты пайдасы болсын деп өзім тәжірибем, солардың нақты оқиғаларды ғана жаздым. Жаңа уақытын алмайын деп, қысқа барынша нақты беруге тырысып, осындай жаздым. Ал енді мынау кітаптың атына келетін болсақ, «Әрекетке берекет» деп қойдым. Негізі бір 5-6 вариант болды. Солардың ішінен енді осы атты таңдадым. Өйткені Алла тағаланың өзі пенделеріне әрекет жасаңдар, әрекет сенен, берекет менен деген. Енді әрекетті дұрыстап жасасаңдар, значит, мен берекесін берем деген сөз ғой. Сондықтан осы атты таңдадым. Және бір айта кететін нәрсе, әр кітабымды өзім бір кісілерге арнап отырамын. Менің кітабымды, Нартәуекел кітабымды әке-шешеме арнадым. Ал бұл кітабымды мен өзім 2 бабам, Бұзау Бейжігіт деген бабаларым, жоңғарлармен соғыс кезде үлкен ерлік көрсеткен екен, батыр кісілер болған екен, Абылай хан заманында өмір сүрген, тіпті Абылай ханның өзі жаназасына келген деген ақпараттар бар. Екеуі де қазіргі қасиетті Қожа Ахмет Яссауи кесенесінде жатыр. Сондықтан енді осы сол кісілерге арнадым. Енді мына кітабыңызға жазып өткен екенсіз, кәсіптің тарихы мен кәсіптің адамзатқа не береді деп. Осы сұрақтарға жауап берсеңіз. Енді кәсіп туралы жазғаннан кейін бір тарихқа да шолу жасайын дедім. Сол тарихқа қарасам, біріншіден мынау пайғамбарлардың кезінде қалай болды, ол кісілер немен айналысты деп қарасам, бұл пайғамбарлардың барлығы кәсіпкер болған екен. Адам атадан бастап, Ыдырыс деген пайғамбар тігінші болған екен. Дәуіт пайғамбар, ер Дәуіт деп айтамыз ғой. Ол кісі темірдің маманы болған. Одан кейін Жүсіп пайғамбар бар. Ол кісі мынау егін егіп,
соны қалай сақтау керек, сондай нелерді меңгерген. Одан кейін Нұх пайғамбар кеме жасаған. Одан кейін Мұхаммед пайғамбарымыз мал баққан, сауда саттықпен айналысқан деген сияқты. Сөйтіп сондай айналысқан екен ол кісілер. Енді ол кісілер не үшін кәсіппен айналысты десек, енді ол кісілердің барлығы ісі үлгі ғой ұрпақтарға, үмметтеріне. Ол кісілер осы бізге ешкімге бір күніміз қарап, ешкімге зәру болмасын деп осыны үлгі көрсеткен екен. Барлық өздері өз күнін өзі көріп, өз тіршілігін өзі жасағанда, сол арқылы біз солай енді өзімізді қамтамасыз етуге, соған үлгі өнеге сөйтіп қалдырған екен. Ал енді кәсіп адамзатқа, одан кейін ата бабамызға келсек, ата бабамызды қарасақ, Абай атамыздың өзі адам бол мал тап деген. Оның өзі де еңбек ет деп тұр. Одан бөлек көптеген жаңағы кәсіп туралы мақалдар, мәтелдер, аңыз әңгімелер соны қалдырған. Соның бәрін қарасақ, соның барлығы бізге сол кәсіпті істеңдер деп өсиет қалдырған. Ал енді кәсіп адамзатқа не берді дейтін болсақ, кәсіп мынау енді кезінде тас дәуір кезінен бастап қарасақ, мысалы ол кезде адамдар үңгірде тұрды, от жағудың өзі олар үшін үлкен бір не болған, қиямет қайым болған. Бір жерде бір от жанып жатса, сол отты өшіріп алмас үшін кезек-кезек отын салып, мысалы күндіз-түні сол, өйткені от керек қой. Сондай енді кезінде қарасақ, сол айтайын дегенім, тас дәуір кезінен бастап осындай қазіргі енді сондай қиын кезден қазіргі керемет, осы мынау керемет жылы үйде тұрып жатырмыз, керемет машиналар мініп жүрміз мысалға, керемет мынандай телефондар арқылы мысалға бүкіл әлемді көріп отырмыз, интернетте дамып жатыр мысалға деген сияқты, мынандай самолеттермен ұшып бүкіл әлемді көріп жатырмыз мысалға. Былай айтқанда ата бабамыз көрмеген нәрсені көріп жатырмыз ғой, сондай рахметті, нығметті көріп жатырмыз да. Соның барлығы қарасақ, мысалы осы кәсіпкерлердің арқасы. Тіпті мысалға осы күнге жеткеніміз. Тіпті мысалға 90-шы жылдарды қарасақ, ол кезде мысалға той жасаудың өзі бір қиямет қайымет. Есіктің алдына палатка құрасың, жаңа 2-3 күн бұрын барып, от жарып, біз енді отынға кететін тұғымыз мысалға. Одан жаңа той болып жатқан кезде жауын шашын болып кетуі мүмкін, қар жауып кетуі мүмкін, күн ысып кетуі мүмкін. Жаздың күні болса түнде светке шыбын шіркей үймелеп, тойдың бір берекесі кететін еді. Сондай. Ал енді қазіргі кезде тойханалар қарасаңыз, барлығы бар. Дайын күйінде барамыз да, қонақ болып барамыз, қонақ болып қайтамыз мысалға да. Одан кейін ол кезде тойларда мысалға юпимен өткізетін ек мысалға напитканы. Ол кезде кола қойылатын болса, ойбай пәленше кола қойыпты деп, дастарханға кола қойып деп айтатын. Қазір енді айтсам күлкім келеді. Одан кейін ол кезде мысалға нанның өзі бізге Созақта мысалға аудан орталығынан келетін тұғын, 70 километр жерден. Нанның өзіне бір адам азан кешкен зайынып болатын тұғын. Сөйтіп, ол азанда бастап очередке тұрасың, ол қай уақытта келеді, одан кейін қанша нан береді, оны да білмейсің. Мысалы, бір нан ғана береді, 2 нан алып келсең, ол кәдімгі әңгіме тұғын. Сонда мысалы қарасаң, сол кезде пекарнялардың жоқ кездері ғой. Ал қазір болсақ, барлық жерде мысалға барлық ауылдарда да пекарня да бар, тіпті торт, кафе, баня, бәрі бар. Кеше ауылға барсам, уже ауылда доставка шығыпты уже тамақтарды. Үйде отырып заказ бере бересің. Не только қала. Мысалы, баня да бар, бәрі бар, сондай бір керемет осындай не заманға жеттік. Соның барлығы сондай заманнан қазір осындай керемет заманға жеткеніміз осы кәсіпкерлердің арқасы. Сол енді кәсіпкерлер егерде осындай іс-әрекет жасамаса, біз әлі тас дәуірінде жүретін едік. Сол үшін мынау енді мемлекетте қазір енді біздің кәсіпкерлер барлық жағдай жасап отыр деп ойлаймын. Мысалы, ең бірінші мемлекет кәсіпкерге тыныштық беру керек. Елде соғыс болмау керек. 90-шы жылдардағы сияқты мысалға бандитизм, ұры-қары деген сияқты нәрселер болмау керек. Сол енді өкімет, сол қазір жағдайлар жасап отыр деп ойлаймын. Сол өкіметпен кәсіпкер бұл құстың қосқан атындай. Кәсіпкер дамыса, ол мемлекетке салық төлейді, адамдарды жұмыспен қамтамасыз етеді деген сияқты да, мысалы, көптеген пайдасы бар. Мектептер соғып жатыр қазір мысалға, қайырымдылық іс-шаралар жасап, жолдар соғып беріп жатыр деген сияқты. Осындай кәсіпкерлер қазір дамығанның арқасында осындай елге көп пайдасын тигізіп жатыр. Ал енді тарихты қарасаң, бір мемлекеттер бір кездерде болды, байларды осындай кәсіпкерлер қудалаған кездер болды. Ол енді мынау
өзімізде совет өкіметі мысалы кезінде байларды қуалап мысалы қандай экономиканы катастрофаға ұшыратты да. Ал одан кейін мынау Зимбабве деген мемлекет Африкадағы, оларда да тура осы жағдай болды. Оларда мына белыйлар, ақтар бүкіл кәсіпті солар істеген ғой. Содан кейін бір патша келеді, мынау ақтар бізді қанап жатыр, үйтіп жатыр, бүйтіп жатыр деп өздерін жаңағы ақтарды қуалап өздерінің қараларына, негрлерге өздерінің халқына береді ғой, бөліп береді ғой жаңағы. Олар бірақ жаңағы қой көрмеген қуалап өлтіреді дегендей сөйтіп өмір кәсіп істеп көрмеген экономиканың быт шытын шығарып жібереді ғой. Содан мысалға соның кесірінен Зимбабведе қандай инфляция болып, мысалға сондай бір тарихта қалды олар. Сондай енді кәсіпкерлерді мысалы мемлекетті қолдамаған кесірінен сондай мемлекет құрып жатыр. Сондықтан енді біз тарихты басқаны қарайтын болсақ, кәсіп не береді дейтін болсақ, кәсіпкердің дамуы бұл елге экономика үлкен пайда береді екен. Кәсіпкерлерге қандай қасиет керек? Жалпы осы кәсіпте жүрген адамдарға. Иә, енді кәсіп жолы қиын жол, оңай емес. Ол жерде үлкен бәсеке бар, басқа бар. Олардан өсіп, озып шығу үшін әрине елден ерекше қасиеттер керек. Ең біріншіден айтатын болсам, енді көп қасиеттер бар, мына кітапта жазған, соның бір 3-4-еуін айта кетейін. Ең біріншіден кәсіпкер адам ұйымдастырушы, одан кейін мынау мәселелер шеше алатын, решал адам болу керек. Мысалға мына кім Тиньковты қарасаңыз, Россияның бизнесмені, банкир. Кезінде мысалға бірінші пельмеймен айналысқан, одан кейін ресторанмен айналысқан, одан кейін пиво шығарған, одан кейін бір банкпен айналысып кетті да, мысалға да. Қарасақ кез келген істен бастап, соған жетістікке жетіп жүрді, мысалға. Сонда қарасаңыз, неге қасиет десең, біріншіден организатор, екіншіден жаңа решала. Бәрі мәселелер мысалы біріншіден әдемі ұйымдастырып береді и жұмыс барысында процестер ол тез шешіп тастайды. Осындай қасиет керек екен. Одан кейін лидерлік қасиет керек, әрине. Ол туралы да біраз мысалдар жазғам. Содан кейін енді мынау кәсіпкер адам қол ашық болу керек. Жан-жағында адамдармен бір жаңағы клиенттермен, жұмыстағылармен сондай бір несі беретін жерде бере алатын болу керек. Мен өзім бұл нәрсені бұрын білмеймін. Бір мысал айта кетейін. Сол кезде сол білмейтін кезімде сол бір мынандай оқиға болған. Осы мереке болады, жаңа жыл, 8 март деген сияқты. Қасымдағы адамдарға 20-30 адам подарка беріп жүретін тұғым. Сөйтіп, енді ол кезде өзімде не үшін беріп жатқанымды білмеймін. Әйтеуір бір жақсы қарым-қатынас болсыншы деп бір сол кезде жүректен шығып жатқан нәрсе ғой. Кейін бір күні аптайып болып кеттім. Сөйтіп тауар таратып жатырмын, солардың бәріне бардым. Осында өткен зат бар енді деп. Сөйтсем бәрі менен бірден алып кетті ғой. Ол зат басқа зат адамдарда да бар да, басқа тарататын адамдар. Бірақ Данияр сенен алмағанда кімнен аламыз деп, сөйтіп 20-30 адам бірден маған клиент болып кетті да. Сонда кезінде сол бір кеңдіктің пайдасы, кең болсаң кем болмайсың дейді. Сұңқар жемін шашып жейді дейді, құзғын жемін басып жейді дейді. Осындай бір кеңдік қасиетінің арқасында сөйтіп розничный саудадан оптовый саудаға сөйтіп өтіп кеткен. Одан да бөлек енді тәуекелшіл болу керек. Ол туралы да жаңағы тәуекел деген кітабымда да жақсы жазған, бұл жерде де жаздым. Тәуекел болмай, ол адам ешқандай кәсіпте табысқа жете алмайсың. Осындай енді көптеген қасиеттер бар. Енді қазір бір 2-3-еуін ғана айтып өттім. Жалпы осы кәсіпті енді бастайтын адам нені білу керек? Иә, енді ол көп нәрсені білу керек, онсыз ол болмайды. Соның біреуі мысалы мына хан талапай деген ойым бар ғой. Соны жазғам. Енді хан талапай деген алған жерді ғой. Хан талапай деген кезде. Сол сияқты кәсіпте мысалы моменттер болады. Мысалы бір товар кеп тұрады, осындай бір мүмкіндіктер кеп тұрады. Ол жерде мысалға болбырап, басқа қылып жүруге болмайды, ертеңге қалдырып. Момент патыр-пұтыр сол жерде алып үлгеру керек. Сондай бір нәрсені білу керек. Одан кейін тағы бір нәрсе айтатыным, мысалға поставщигің болсын, басқа мысалы клиенттер болсын, мысалға адамда қазір уақыт жоқ қой. 4-5 сағатмен ғана сөйлесіп үлгереді күніне. Сондықтан енді мысалға поставщиктің, мысалы мен өзім ойлаймын, мысалға сол 4-5 клиенттің біреуі болу керек. Оның бір 50 клиент болатын болса, мысалға, оның бәрін ол сөйлесіп те үлгермейді. Сондықтан поставщиктің сол ең жақсы жұмыс істесетін, мысалы 4-5 клиенттің ең сен өз жиі сөйлесетін, соның біреу бола білсең, онда ісің алға басады. Клиенттерде де мысалға қаншама зат олар күнде келеді, поставщиктер келеді. Олардың да ішінде сол күнделікті өзің бір жақсы өзің қарым-қатынастағы постоянно сөйлесіп тұратын, сонда 4-5 клиент поставщигің біреу болатын білсең, онда сол кезде ғана тірлігің алға басады. Одан кейін мынау
кәсіпкер адам білу керек нәрсенің біреуі мына өмірде адам қабілет деген нәрсе болады. Бір ғалым зерттеген екен, адамның өзі қай қабілетпен жетістікке табысқа жетіп жатыр десе, сол 7% білім, тағы да бір 37% па ол іс-әрекет, ал енді жаңағы 56% ол өзінің мықты қабілет екен. Осындай өзінің мықты қабілетін тауып ала алу керек та, осы нәрсені білу керек. Одан кейін айтарым мынау, мысалы балықтар өзі бір удобный жерге өзінің сондай бір жайлы, мысалы жан-жануарлар бәрі өзіне жайлы жерде ғана өмір сүреді. Тау ешкілер тауда ғана өмір сүреді деген сияқты да, мысалға да. Сол сияқты кәсіпкерде өзі сондай бір табыс бар, сондай жерде бір жилкі болу керек та, сондай жерде ғана жүру керек та, соны өзі сезе білу керек та. Содан кейін тағы бір айтатын бір оқиға айтайын. Кезінде менде мынандай бір жағдай болды. Енді ол кезде біліміміз жоқ, басқа жоқ. Мен мынау оппозицияны көп оқитын тұғым. Сөйтіп, ол кезде 90 жылдардың аяғында, 2000 жылдарда. Сол кезде жаңа оппозицияны көп оқимын, «Дат» деген газет. Ой, сол кездің өзінде халықтың жағдайы қирап жатыр, өйтіп жатыр, бүйтіп жатыр, сондай да олардың әңгімесі. Соны оқып жаман жүрегім ауырады. Бір күн доллар 75-тен 150-ге көтеріліп кетті сол кезде. Сонда мен енді ақымақтығым, болды енді адамда зат алмайды. Қымбаттап кетті бәрі, үйтті, бүйтті деп. Сол сатып атқан затын бәрін арзан сатып ауылға кетіп қалған ғой. Кейін бір 2-3 айдан кейін келсем, қасымдағы соседтен сұрасам, қалай саудаң десем, сауда өте жақсы жүріп жатыр дейді. Оборотым 2 есе өсті дейді. Сол кезде бір түйгенім, вообще мына оппозиция, мынандай негатив ақпарат вообще тыңдамау керек екен. Осы нәрсені білу керек екен. Одан кейін тағы да бір не айтайын, кәсіпкер адамда мынау қазақта сөз бар ғой, түймедей түйдей қып деп. Кейде керек кезде енді әрине мерасынан шығып кетпей, түймедейді түйдей қып көрсетуді білу керек екен. Бізде мынандай оқиға болды, бір заводпен жұмыс келістік. Енді сол кезде барған кезде айттық, бізде пәлен машинамыз бар, түген адамымыз бар қарамағымызда деп. Негізі ол кезде ондай емес тұғын да. Сөйтіп ақыры ана затты алып алдық. Бірақ кейін сол деңгейге жеттік та. Егер де басында барған кезде өйтіп айтпасаң, ол бізге бермеуі мүмкін еді. Бірақ енді әрине бұл жерде ниет бұзылып кетпеу керек та. Өйткені кезінде сондай нелер болды, өтірік офисте әдемілеп істеп, басқа адам жаңа келген адамды алдау деген, алдау үшін. Ондай болып кетпеу керек. Осы сияқты мына кітапта көптеген мысалдар келтірдім, мен қазір просто 4-5 ғана айтып отырмын. Жалпы енді осы кәсіпкерлер білімді қайдан алған дұрыс, және өзіңіз осы кәсіп туралы білімдеріңізді қайдан алдыңыз? Өте дұрыс сұрақ. Бұл туралда көптеген нәрсе жаздым. Шындап келгенде біз кәсіп бастаған кезде оқитын кітап жоқ, айтатын адам жоқ, сондай кездер болды ғой. Мен өзім 2005 жылы «Думай, богатей» деген кітапты осы сетевиктер Москваға алып кеткен кезде, осы пойызда кетіп барады, Ақтөбеден алғам. Бірінші рет сол кезде бизнестер туралы кітап оқыдым. Одан кейін Роберт Кийосакидің кітаптарын оқыдым. Сондай көптеген, одан кейін енді қазір көп нәрсе оқып жатырмыз ғой. Енді жалпы айтатын болсам, қазіргі кезде ақпарат ағыны өте көп. Кітап та жетеді, әлеуметтік желілер бар, басқа бар, өте көп. Бірақ шын мәнінде де енді балапанды күзе санайды дегендей, көп адам бәрібір де түбінде нәтиже болмай қалып жатыр. Оның себептерін мен енді қарасам, бұның барлығы жаңа біріншіден бізге келіп жатқан білімдердің барлығы шетелдік ақпарат көздері. Олардың бірақ бізге менталитет тура келе бермейді. Сол себептен мысалға жаңа оқығанмен оның нәтижесі болмай қалып жатыр екен. Одан кейін енді бірақ енді қазір енді осы өзіміз сияқты кәсіпкер кісілер, уже өмірлік тәжірибесі бар, енді уақыт өтті ғой. Сөйтіп өзіміз сияқты кісілер кітап жазып, басқа қылып, енді ол жағы енді дұрыс болып жатыр енді менталитетімізге. Екіншіден енді білімді алатын нәрсенің біреуі жаңа кітаптан кейін. Одан кейін енді мынау ұстаздар. Енді ұстаз деген енді мына тренинг өткізіп жатқан сондайлар кісілер, олар енді негізі осы біздің қоғамға кәсіпкерлердің дамуына өте үлкен үлес қосты. Қалай сөйлеу керек, қалай кәсіп бастау керек, осындай нәрселердің бәрі біз өзіміз көптеген тренингтерге қатысып солардан үйрендік. Бірақ енді олардың ішінде де айтқан сөздері ешқандай менталитетке тура келмейтін, және өздері алаяқтықпен тек қана ақшасын алып алу үшін адамдардың осындай нәрселерді жаңағы былай айтқанда лақтырып кетіп жатқан тренерлер де көп болды. Одан кейінгі бір жаңағы білімді алатын жолдың біреуі, ол мынау
семинар, форум, бизнес ассоциациялары. Бұл кісілердің де өте үлкен үлесі көп болды. Мен өзім мынау бұрын кезде Каска деген бизнес ассоциация, сол маған тікелей осы мен коммерсант болып жүрген кезде, ол кезде енді шотикпен жүре береміз, мысалға жұмысқа шлөкмен, шотикпен бара салатын кездер еді. Сондай трикомен сөйтіп жүрген кезімізде осы кәсіпкер деген осы кәсіпкер ағаларымыз деп осындай бір ұғымды сол кісілер қалыптастыруға үлкен үлесін тигізді. Қазірде мынау бизнес Каска Кит деген бизнес ассоциацияға мүшем. Сол кісілермен қазір мысалға жұмыс істеп, көптеген осы жұмысым дамуына үлес қосып жатырмын. Бұл жерде мен айтарым, сол білімді айналып келгенде, сол білетін адамдардан, өмірлік тәжірибесі бар, сондай адамдардан алған дұрыс екен. Осы туралы жаздым кітапта. Енді келесі сұраққа көшсек, кәсіп істеу оңай ма жалпы? Егер оңай болса, неге елдің бәрі кәсіпкер емес? Кәсіп істеу оңай болса, шын мәнінде елдің бәрі жұмыс өз алдына жұмыс істей береді. Бұл жерде айтарым, мысалы 90-шы жылдары кәсіп бастау оңай тұғын. Бірақ жүргізу қиын. Қазір одан сайын қиын болып кетті. Кәсіп бастау да қиын, оны жүргізу одан сайын қиын болып кетті. Оның енді көптеген себептері бар. Бұл кезде мысалға кәсіп қиын болған себебі кәсіп туралы білім жоқ. Сол білім болмаған екен, адам біраз ақша табады, ары қарай көп ұзамай мысалға банкрот болып қалатын оған. Қазір мысалға білім бәрі бар болғанмен, енді бәсеке көп. Мынау Европада, мысалы Америкада бір баяғыда оқығам, әр мысалға компанияның мысалға фирманың ашылу несі, мысалға статистикасы болады мысалға. Сонда қарасаң, средний уақыты, өмір сүру уақыты 4-5 жыл екен, одан кейін банкрот болып қалады екен. Қазір одан сайын азайып кеткен шығар деп ойлаймын. Ол бізде де солай. Ашуын ашасың, ашқаннан кейін мысалға бәсекеге байланысты статистикамен қарасаң, көбісі қайта жабылып қалып жатыр. Оған дәлел мысалы мынау қазір кафелер. Қарасаң, өтіп бара жатсаң бір кафе ашылып жатады, бір күн жабылып жатады. Сондықтан ол кәсіп істеу оңай емес. Жалпы кәсіп адам бастаған кезде, мынау үйден үйленген кезде бөлек шығасың ғой. Сол сияқты болады екенсің. Оған дейін мысалға әке-шешең бақты, мысалға бойдақ кезінде сен көп нәрсені білмейсің де, ол ақша қай жақтан келіп жатыр, қанша ақша келіп жатыр, қайға жаратылып жатыр, ол кезде несін, ол кезде мән мағынасын біле бермейсің. Ал енді жеке кәсіпке көшкен кезде, бөлек шыққан сияқты, ол кезде енді бәрін өзің қамтамасыз етесің. Сен енді бала шағаңды бағуың керек, жақсы табыстауың керек, бәрін есептеуің керек, минусқа кетіп қалмауың керек, мысалға да, бөлек шыққан кезде. Сол сияқты кәсіпте де уже барлық жүк өзіңе түседі. Оған оборотқа ақша керек, оған мысалға жұрттың айлығы бар, жұмысшылардың, одан налог бар, басқа бар, көзге көрінбейтін непредвиденный расходтар болады. Осындай көптеген факторлар бар. Сондықтан ол кәсіп істеуді оңай деп айта алмайсың. Негізі көп адамдар ойлайды кәсіпкерлерді қыдырып жүреді, қазір Инстаграм арқылы көреді, ой рахат деп. Сол мынау Сырымбек Тау ғой деймін, сол кісіге біреу сұрақ қойыпты, сияқты өстіп кәсіп істеп қыдырып жүргім келеді деп. Сонда сол кісі айтқан екен, сен енді ондай өйтіп жүргің келсе, мына нәрсеге шыдайсың ба деп өзің басынан өткен кезінде қанша ақша ұрынғандарын бәрін айтқан екен. Сол кезде жаңа бала тұра қашқан екен. Ойбай, ондай осы керек емес депті. Сондықтан енді ол оңай деп айта алмайсың. Жалпы енді бұл жаңағы құмды, мысалы, еліктен өткізген кезде ішінде бірен-саран ғана тастар қалады. Бірен-саран. Сол сияқты кәсіпте де қаншама адамдар кәсіп бастағанмен жаңағы ішіндегі мықты іскер, өзі көзін білетіндер ғана қалады. Сондықтан кәсіп бастауды, істеуді оңай деп айта алмайсың. Мына кітаптарды тарауды қарап отырсам, кәсіпті қай уақытта бастау керек деген тарау бар екен. Сол тарауды кеңінен айтып өтсеңіз. Өте дұрыс сұрақ, өйткені маған қазір көптеген сұрақтар қояды, осы сұрақпен Инстаграмға жазады, или өзім таныстарым сұрайды, қай уақытта бастау керек деп. Осы жерде өте тарқатып жаздым осы тараудан. Мынау енді жылқыларды бәйгеге дайындаған кезде бірінші қамау терін алады. Қамау тері алынбай тұрып, оны мысалға дайындамай тұрып, оны бәйгеге қоспайды. Сол сияқты мына солдаттарды әскерге барған кезде мысалға бірден соғысқа жібермейді. Баяғы мысалы Ұлы Отан соғысы кезінде, алғашқы кездерінде мысалға қанша мысалға немістер басып келе жатқан кездің өзінде бірден жібермеген, өйткені бірінші дайындалу керек. Ол мысалға қалай соғысу керек, қаруды қалай қолдану керек, қалай қорғану керек деген сияқты нәрселерін бәрін дайындамай тұрып әскерге жібермейтін, соғысқа жібермейтін болғанда.
сол сияқты мен өзім мынау бағана айттым ғой, бөлтірік кезең, көкжал кезең, абадан кезең деп. Мынау бөлтірік кезеңде сол кезде мысалы кәсіп бастау болмайды. Өйткені ол кезде бөлтірік кезеңде адам мысалға тәжірибе жинау керек, жаңа айтқанда қамау терін алу керек деген сияқты да мысалға. Осындай факторлар бар да. Содан кейін айтарым жалпы бірінші мынау врачтарда да мысалға адамға укол салатын кезде бірінші бір несін салып көреді. Қалай деп айтайын деді. Алдымен салып көреді. Аллергия жоқ па, басқа. Сол сияқты өзі бір эксперимент жасап көру керек. Өстіп эксперимент жасап, әбден дайындалып, тәжірибе жинап барып, адам одан кейін барып кәсіп бастаса болады. Онсыз ол мысалға ешқандай жетістікке жете алмайды. Көп ұзамай ол банкрот болады. Сол сияқты енді мысалға біреулер сұрақ қойды маған, ақшасыз кәсіп бастауға бола ма деп те. Мен айттым, ақшасыз кәсіп бастауға болады, бірақ сен әбден тәжірибең болған кезде ғана. Енді болады адам тәжірибесі бар, бірақ бір жағдайым ақшасы болмай қалды. Мен ол адам бастай берсе болады. Міне осындай жағдайлар бар. Осы туралы өте кең жазған осы кітабымда. Енді келесі тарауға көшсек, компания құру оңай ма жалпы? Және де жоспарларды қалай жасайсыз? Компания құру оңай емес, компания ашу оңай. Қазір Каспий арқылы аша салуға болады. Бірақ ары қарай оның енді жаңағы үйлену оңай, үй болу қиын дегендей мәселелері бар. Мен жалпы кәсіпкер адамды мына жангүлермен салыстырамын. Жангүлер дегендер бар, доптар бір лақтырып жататын. Енді мысалы кәсіпкердің деңгейі өскен сайын ол жангүлердің доп көбейген сияқты болады да. Болады ғой жангүл бірінші 2-3 топтан бастайды. Одан кейін қарасаң 10 шақты доп лақтырып жатады да. Ал ол кәсіпте әр доп, әр проблема да, мәселе да. Мысалға жаңағы енді бастаған кезде 1-2 адам жұмыс істейді. Или өзің ғана бастайсың. Енді ары қарай 10 адам болады, 20 адам болады. Уже сен жаңа лақтырып отқан доптарың ғой. Одан кейін кредиттерің келіп қалады. Сен бір лақтырып жатсың, анан бір лақтырып жібердің, бір кредитін төлеп болдың, екінші кредитің шығып қалады. Или мына жақтан айлық келіп қалады. Мына жақтан свет төлейтін келіп қалады. Тағы басқа бірдеңе сатып алым керек болып қалады. Деген сияқты өстіп, оның бәрі бірден кейін бір келіп отырады. Бірақ енді сен енді сол жерде кәсіпкер деген адам сол жаңағы задачасы, жаңағы жангүлердің задачасы не? Ол допты жерге түсірмеу ғой. Сол сияқты сен соның барлығын кезек бәрін уақытымен жаңағы жерге түсірмей, жаңағы мәселелерді уақытында шешіп үлгеру керек та. Сондықтан бұл жангүлерге қалай қиын болатын болса, жангүлер болу қалай қиын болса, кәсіп ашуда, компания ашуда дәл сол сияқты деп санаймын. Мына енді кітабыңыздың бір тарауында жоспарлар қалай жасалады деп тарау қойған екенсіз. Осы сұраққа жауап берсеңіз. Енді өте дұрыс сұрақ. Дұрыс жоспар жетістіктің жартысы дейді. Қазақта сөз бар, 7 рет өлшеп 1 рет кес дейді. Ағаш кессең ұзын кес, қысқарту оңай дейді. Сол сияқты бұл енді барлық нәрсе ең бір жоспардан басталады. Адам жоспарды қаланшалықты дұрыс жасайды, сол сияқты ол жұмыстың ары қарай табысты болуы тікелей соған байланысты. Өкінішке орай көп кәсіпкерлер дұрыс жоспарды дұрыс жасамағаннан соған байланысты банкрот болып қалып жатыр. Бұл өзімде де талай болды. Олың себептері енді мынау немістердің кетлер мен Наполеонның орыстарға шабуыл жасағанынан көремін да, сол сияқты көремін да. Бұлар екеуінде де блицкриг деп айтады. Келдік, пришел, увидел, победил деген сияқты. Мысалға, екеуі де орыстар күзге дейін басып ала саламыз деп сөйтіп келген. Сөйтіп ары қарай созылып кетсе не болады, соғыс, мысалы қысқа қарай созылып кетсе қыстық киім, анау ештеңе дайындамаған да. Сол себептен екеуі де түбінде жеңіліске ұшырады. Сондықтан енді жоспарды, тірлікті бастар кезде жоспарды әбден дайындалып алу керек. Ол үшін жаңа қазақтың сөзі 7 рет өлшеп 1 рет кес дегенде, ол деген сөз ақылдас деген сөз. Әбден білетін адамдармен, оны істеген адамдар, басқа ана жақ, мына жақ бәрімен салыстырып, интернеттен қара, басқадан қара, сөйтіп барып жаңағы жоспар жасап, сосын бастау керек. Өткенде бір кісі айтады, мен бизнесте 1 рет банкрот болмаппын дейді. Сөйтіп, неге деп сөйтсек, жаңағы айтады, мен дейді әр кәсіпті бастаған кезде сол саланы білетін 4-5 адаммен ақылдасам дейді. Дәл сол саланы істеген. Соның арқасында мысалға бірде-бір жаңағы банкрот болған емес дейді сол салада. Оның бәрі сол жоспары дұрыс жасаған арқасында. Дұрыс,
Енді аға келіссөз деп те тарау қойып кеткен екенсіз. Сол бойынша не айтасыз? Келіссөз туралы мынау енді айтады, әлем келіссөз үстелі дейді. Бүкіл әлем осы переговордан тұрады ғой. Осы жерде өзім түйгендерім жаздым. Мысалға, переговор деп айта берейін. Переговорға барған кезде бірінші мысалға қарсы отырған адамды әбден тыңдап алу керек. Ол саған, ол да дайындалып келіп отыр ғой. Ол мысалға қандай оймен келіп отыр, саған қандай условие жасайын деп жатыр. Мысалы сен бірден бастап кететін болсаң әңгімені, мысалы бір затты 100 теңгеден алам деп сен дайындалып барып отырсың, мынандай жаңағы қарызға, то есть наличка алам деген сияқты. Ол адам мысалға 90 теңгеден берем деп тұрған болуы мүмкін де. Сен оны білмей тұрып бастап кетсең, ұтыласың. Сол үшін әбден тыңдап алу керек. Тыңда, бірінші ол кісі не айтады, не қояды. Одан кейін барып сен өзің ойың пікірін айтсаң болады. Көп адамдар осыны айтқан кезде, осы кітаптан оқып, уже айтып жатыр, осы жері маған қатты ұнады деп. Осындай бір мәселе бар. Өзім бір переговорға барғанда бір жаққа, мысалы басқа қалаларға, басқа қасыма міндетті түрде адамдар ертіп аламын, соған қатысты. Біз барғанша дайындалып барамыз. Сөйтіп барғаннан кейін мысалға ол кісімен мысалға сөйлесіп отқан кезде, енді тірлікке қатысы бар адам, ол да маған пас беріп отырады. Мен кейбір ұмытып кеткен, или әңгіме барысында айтудың реті келмей қалған сияқты жағдайларда бұл кісі қосып өзі жабылып отырамыз былай айтқанда. Осындай мәселе бар. Қайтарда да одан кейін, ал не айтты ол? Біз не айттық? Біз неден ұттық, ол неден ұтты? Осындай факторлар. Одан кейін переговорда 3 вариантпен бару керек. 3 вариант. Біріншісі сен ұтасың, екіншісі ниче, үшінші ұтыласың. Енді ұтылам деп бармайсың ғой енді. Бірақ енді хотя бы мысалға ұтып кетпесең де ниче болып қайтуың керек те. Осындай мәселелер бар. Өте дұрыс. Енді шығындар деген тарауға тоқтасақ, сол бойынша да жазып кеткен екенсіз. Енді кәсіп болғаннан кейін шығынсыз тірлік болмайды. Қазақта сөз бар, шыға шықпай кіріс кірмейді дейді. Шығын жасамасаң ешқашан тірлік алға баспайды. Енді шығын дегенде кәсіпте оны бөлу керек. Шығын ба, шығын емес па? Мысалы айлық, көліктерге бөлінген көлік сатып алу сияқты нәрселер, мысалға налог, олар шығын емес. Олар кәсіптің өзі керек, сол несі. Шығын деп айтуға болмайды деп ойлаймын соларды. Шығын деген нәрсе, ол енді бір сыртқа кетіп қалған, біреуге кетіп қалған ақшалар. Қайтпай кетті, мысалы. Одан кейін бір істі бастаған кезде жүрмей қалса, олар сол шығын деп ойлаймын. Мен өзімде, мысалы, жұмыста, енді айлық нелерден бөлек, енді керек нәрсені бәрін сатып аламыз ғой, оның барлығы телефон, ноутбук, басқа сияқты, ол енді олар вложение. Сол тірлікке керек вложение. Ремонт, мысалы, офистің өзіне қанша ремонт жасап. Бұлар вложение, бұлар шығын емес. Одан кейін бір проекттер болады, ақша саласың болып, бірақ бірден жүре қоймайды. 1 жыл өтеді, 2 жыл өтеді, 3 жыл өтеді. Ол нәрселерді, мысалға, бір күнде жүре қоймайды, енді қашан жүретін білмейсің. Оларды, мысалға, енді түбінде енді көзің жетіп тұрса, оны енді спонсор ету керек. Менде бір күні мынандай жағдай болды. Жұмыста бір қыз жұмысқа алдым, бір жұмысқа. Сөйттім де, ол қыз енді арада 5-6 ай өтіп кетті. Бірде-бір клиент таппады. Сосын бір күні айтып жатыр, Данияр мырза, мен мына айлықтарым жүріп жатыр, бірақ мен бірде-бір клиент тапқан жоқпын. Болмаса мен жұмысты тоқтата салайын, кете салайын деп сөйтіп жатыр, ыңғайсызданып жатырмын дейді. Мен айттым, сенің жұмысың ол, мысалы, бұл мен үшін шығын емес дедім, сенің бұл жерде кінәң жоқ. Бірақ енді сен кетсең кете бересің, олда тұрған ештеңе жоқ. Бірақ енді сен кетсең, мен бұл проект тоқтайды деп жатырмын да. Мен үшін проект маңызды. Сондықтан енді сен жұмысыңды істей бер. Главное, дұрыс деп жатырмыз ба, болды деп жатырмын да. Сондықтан мен енді, мысалы, жұмыста қанша мәселе болса да, осындай келешегі барау деген тірлікке ешқашан да ақша салуды тоқтатқан емеспін. Сондықтан шығынды басқа нәрселердің арасын ажыратып алу керек та. Енді аға, мына жерде көптеген тараулар бар екен кітабыңызда. Жаңағы жеткізушімен жұмыс істеп жатырсыз, тұтынушымен жұмыс, сауда компанияларының жүйесі, ритейлмен жұмыстар, өндірістік жүйе. Осы тақырыптардың біреуіне тоқталып өтсеңіз? Енді бұның бәрін айтып өту мүмкін емес.
өйткені мына жерде уақыт та шектеулі. Бұның ішінде барлығы енді маңызды, өте маңызды, барлығы мына супермаркеттермен жұмыс істеу де маңызды, дистрибьютерлік компанияның системасы да маңызды. Мен енді бұның ішінен тек қана өндіріске тоқтай салайын, өндірістің системасы туралы. Жалпы өндіріс деген нәрседе қандай не мәселелер бар? Өндірісте ең үлкен мәселе, баяғыда осыдан бір 10-15 жыл бұрын сұраған едім бір кісіден. Өндірістегі ең үлкен проблема қайсы десем, сату дейді. Сату. Мен аға ол сатуды емес, өндіріс туралы айтып жатырмын десем, Данияр дейді, ол клиент келіп тұрса, сен әйтеуір бірдеңе шығарып бересің дейді. Ал енді жаңа қазір клиент табу қиын дейді. Ал енді ол әңгіменің болғаны 15 жылдан бері 15 жылдай бұрын болды. Қазір тем более актуален деп ойлаймын. Сондықтан өндірісті ашатын кезде адам бірінші сол клиент мәселесін дайындап алу керек. Өндірісті ашатын кезде өндіріске ол оборудование сатып аласың, мысалы. Ол тек қана өзіңе ғана, өзіңнің жаңағы жоспарың бойынша ғана оборудование сатып аласың да. Сондықтан ертең ол тірлік жүрмей қалса, ол оборудовениені жарты бағасына сатамайсың. Одан бөлек свет жүргізесің, документация турлайсың, газ жүргізесің, көптеген шығындар болады. Олардың ешқайсысы саналмайды. Бұл айтқанда полный минусқа кетесің. Мына сауда саттықта бұл жерде мысалға 100 теңгеге алған затыңды өтпей қалса 70 теңгеге сатуға болады. 50 теңгеге сатып қайта біраз ақшасын қайтарып алуға болады да. Енді срок өтпей кетпей тұрғанда. Ал өндірісте өйте алмайсың. Сондықтан өндіріске кірген кезде адам 7 рет емес, 77 рет өлшеп бір рет кескен дұрыс. Тем более өндірісте мысалға 1 жылға закуп жасайды. Мен өзім халва заводпен жұмыс істеймін. Ол кісілер урожай күзде болады ғой. Уже 1 жылға олар прогноз жасайды. 1 жылда мен мысалға осындай 1000 тонна зат сатам деп 1 жылға закуп жасайды. Енді 1 жыл бойы ақшаны ұстап тұр. Еще ол аралықта ол зат мысалға өтпей қалуы мүмкін, қалып кетуі мүмкін арғы жылға. Одан кейін мысалға жетпей қалуы мүмкін. Осындай бұл өте қиын сала өндіріс деген. Сондықтан өндіріске өте әбден зерттеп барып кірген дұрыс. Енді келесі сұрақтарға жауап бере кетсеңіз, бәсекелестік және баға бойынша айта кетсеңіз, тауарлардың бағасы бойынша. Кәсіп болғаннан кейін ол міндетті түрде бәсеке болады. Бәсеке болғанда да мына кәсіпті соғыспен салыстырады ғой. Бұл кәсіпті оңай емес. Қазіргі заманда тем более. Тем более мынау шетелдік нарық кіріп кетіп жатыр. Үлкен сеттер, мысалы қазір қарасаңыз, заправка дегендер уже 4-5 бренд қалды. Аптекалар да сондай деген сияқты да. Сондықтан қазір бәсеке өте мықты, қиын. Әрине оның жақсы жақтары да бар, жаман жақтары да бар. Жақсы жағы бәсеке ол адамды дамытады. Адам сол бәсекелесіп жүріп, өзі үйреніп, ары қарай өзі бір идеялар тауып, ол жақсы жағы сол. Ал енді бәсеке жаңа конкуренттің егер де мықты гигант болса, онда против лома нету приема деген сөз бар ғой. Оларға ешқандай шанс жоқ. Мен өзімде мынандай жағдай болды. Россиядан бір үлкен бір заводпен контракт жасап, сол келе жатқанбыз выставкадан. Сол кезде қасымда бір конкурент әйел келді. Енді ол үлкен, енді оборотты үлкен, енді сондай еді. Сол кезде айтты, Данияр деді, короче, сен деді, мына нен келісіп кел жатыр екенсің. Бірақ мына товарың маған ұнап тұр. Ертең біраз енді көрем, егер жақсы жүріп жатса, бірақ тартып алсам ренжіме деп. Мысалға, это же бизнес дейді. Міне осындай әңгімелер болған. Сондай. Ал енді бағаға келетін болсақ, бағада үйдегі ойды базардағы нарық бұзады дейді. Бағаны рынокта монополист болмасаң, нарық қояды. Мысалға, үйдегі ойды базардағы нарық бұзады деген, үйде мысалы бір 100 теңгеде сатам деп шығасың, базарға барған кезде, ол мысалы 80 теңге болып қалуы мүмкін. Сондай да. Сондықтан бағаны рынок қояды. Біз өзіміз қаншама зат сатып отырмыз, мысалға ойымызға келген бағаны қоймаймыз. Рынокта не деп жатыр екен? Конкуренттер қандай баға қойып жатыр екен дейміз. Соларға қарап қоямыз. Енді жаңа айтқанда монополист болсаң, онда әңгіме басқа. Енді аға мына жерде келесі тарауға қарап отырсам, команда жинау деп жазып кеткен екенсіз. Осы бойынша айта кетсеңіз, команда жинау бойынша. Кәсіпте өте мықты команда жинау өте маңызды. Кадр решает все деген Сталиннің керемет сөзі бар.
ол бекерден бекер айтылмаған. Негізі Сталиннің сондай өте мықты жауды немістерді. Енді бүкіл Европа жабылған ғой. Соны жеңгені сол мықты кадр жинағанның арқасында. Бірақ енді бес саусақ бірдей емес дегендей, ол командада, кадрда ол бәрі ойдағыдай бола бермейді. Сол үшін енді сол жерде мына қазақта сөз бар ғой, адам таңдаудан қателеспе деп. Сол сияқты мықты команда жүру өте маңызды. Енді мен өзім біраз ойлар түйген ойларым бар. Оның бұл кітапта бір осы тақырыптың өзі бір 15-20 бет болды деймін. Соның біреуісі тәжірибесі мол адам шақырған дұрыс екен. Өзі сол сенің шақырып отқан салаңды, істеп жатқан салаңды білетін, сондай істеп көрген, сондай адамды шақыратын болсаң, мысалға сен жаңадан бастап отқан болсаң, ол адам бұрын ол неден өтіп кеткен жолдан. Сол үшін ол жолдың жаңағы ой-шұқырларын бәрін біледі. Сондықтан сол саланы істеген тәжірибелі, өте тәжірибесі мол адамды шақырған дұрыс екен. Одан кейін мынау тағы да бір мәселе, адамды шақырғаннан кейін қалай жұмыс ету керек дегенде, мынандай сөз бар, арбаны ат сүйремейді дейді, арпа сүйрейді дейді. Ол адамдарға интерес бере білу керек. Жақсы айлық, егер де мықты адам болса, оған бір жақсы доляға кіргізіп, басқа деген сияқты сондай нәрселерді интерес бере білу керек. Ол жерде мысалға кадрды мысалға айтады, бір кітапта жазады, адамдарды төртке бөледі. Соның ішінде өте маңызды екеуі ұнады маған. Біреуі супермаркет дейді. Супермаркет деген ол мысалы магазинге, маркетке барсаң, бір нәрсенің заттың өзін мысалы пістемай алатын болсаң, ол 5-6 түр тұрады. Қаласаң ананы ала саласың, қаласаң мынаны ала саласың да. Сол сияқты кейбір адамдар болады, мысалға, ол адам болмаса басқа адаммен жұмыс істей бересің да. Ал енді бір адамдар бар, партнер деп айтады. Ол партнер деген ол енді сол саланы білетін, іскер, сондай адам. Ол адаммен енді жаңа айтқандай, партнер деп айтқандай, партнерлық қарым-қатынас, сондай жаңа келісімшарт жасау керек та. Өте маңызды адам да ол. Сол. Одан кейін команда жинаған кезде тағы бір мәселе, проблемасы бар адам жұмыс қалмау керек. Проблемасы бар адам, ол ешқашан жұмыс істеп қарқып болмайды екен. Ол өйткені өзінің семейный проблема, қарызы бар, басқа сондай проблемасы болып жүрген кезде жұмысты бір 10-шы орын қойып қояды екен. Сол үшін ондай адамды аулақ жүру керек екен. Одан кейін бір түйгенім, бір жерде жұмыс істеп жатқан адамды ешқашан жұмысқа шақырмау керек екен. Ол ана жерде істеп жатқан адам шақыратын болсаң, ертең келгеннен кейін дұрыстап жұмыс істемесе, сен оған давай деп айтамайсың да. Өйткені ол адал және жасайды, мен мына жақта істеп жатқан жерімді шақырып алдым ғой деп. Мінекей. Осындай факторлар бар екен. Одан кейін енді мына жұмыс істеген кезде адам енді бәрі періште емес қой. Кем-кетік болады, қателік болады. Олардың барлығында тағы да жұмыстан шығарып жіберуге болмайды екен. Обстановка қарайсың да, енді кейбір нәрсе көз жұмып қарауға тура келеді. Мына Коносуке Мацусо деген кісі айтады, кезінде ол да сөйтіп қиналған ғой. Дұрыстап жұмыс істемейді, басқа қылмайды. Кейін барып бір газеттен оқиды, сол бір мемлекет қылмыс жасаған адам бәрін соттай бермейді екен да. Условный береді, штраф салады, басқа деген сияқты нәрсе. Қазір бізде сөйтіп отыр ғой. Жаңағы взятка мен ұсталған адам ғой, мысалға 100 есе ме, соны төлесе шығарып жіберіп жатыр деген сияқты. Өйткені оның бәрі соттай берген, ол біріншіден мемлекеттік кадр мәселесі, мысалы, ол адамдар жұмыс істемейді олар. Ол да зиян екен. Одан кейін ол түрмеге қамалған екен, ол да зиян деген сияқты да. Оларды бағып қалу керек қой мемлекет. Сол сияқты себептен мемлекет қазір жаңағыдай нәрселер істейді. Сол сияқты менде қазір көп адамдарды қатты енді бір ұрлық, басқа деген сияқты нәрселер болмаса, қайтып жұмысқа алып жатқан жерлерім бар. Бір күні қарасам, қарамағымда бір 7 адам ба, 8 адам ба, сол бұрын жұмыстан шығып кетіп, қайтып келіп істеп жатқан адамдар бар екен да. Осындай факторлар бар. Одан кейін енді басшы адамның міндеті сол енді кадрда жұмыстай білу керек. Өйткені жаңа айтқанымдай 5 саусақ бар адам. Әрқайсының өз қызметі бар. Бас бармақтың өз қызметі бар. Саусақтың өзі, барлығы әрқайсының өз міндеті бар. Сол кадры команда жинаған кезде әрқайсының өзінің орнына қоя білу керек. Сол сияқты тағы да енді аз айлыққа баяғыда мен адамдарды
аз айлыққа жұмысқа шақыруға тырысатын тұғым. Сол 2 адам болады деп те. Сөйтсем, ол айлық аз болғаннан кейін ол жерге дені дұрыс кадр келмейді екен де. Иә. Опыты жоқ, сондай. Ол адам одан сайын қират береді. Мысалы, машина айдайтын болса, ол машинаны авария қылып кетеді да, или болмаса моторын жабыстырып кетеді. Ал енді торговый болатын болса, торговый ол тәжірибесі жоқ болғаннан кейін жөндеп сауда істемейді да. Осындай мәселелер болады екен да. Сол. Одан кейін кейбір адамдар болды менде, торговый. Тағы бір фирманың несін папкасын алып, олармен жұмыс істеп, екі жақта да жұмыс істей берейінші деген сияқты да. Ол да болмайды екен. 2 кеменің құйрығын ұстаған суға кетеді дейді. Менде тағы бір жағдай болды. Менде жұмыс істейді, плюс кешке қарай таксовать етемін дейді. Ол мені айтты, сен онан қой дедім. Или мен кірсе, или таксовать етеді. Өйткені ол жұмыстан шыққаннан кейін таксовать етеді, ол түнгі сағат 1-ге, 2-ге, 3-ге дейін жүріп қалады. Менің жұмысым кейінге қалып кетеді. Мысалы, осындай факторлар көп болды. Осылардың барлығы енді сол дұрыс айналып келгенде адамды өстіп дұрыстап жұмсай білу керек. Кадр деген мәселе сол. Өте дұрыс, иә. Енді ана кітаптың ішіндегі тағы да келесі тарауларға тоқталсақ, команданы басқару және де командадағы ынтымақтастық бойынша айта кетсеңіз. Енді команда басқару деген нәрсе жаңа айтқандай оңай емес. Тем более кәсіп істеген адам, мен жаңа кітабымда жаздым. Әкім болсаң пинболды айтып қорқытасың, имам болсаң Құдайды айтып қорқытасың, ал жеке кәсіпте ол жерде ештеңе қорқытамайсың. Тем более бұрынғы құлдық заман емес. Кинолардан көріп жүрміз ғой, адамдар қалай жұмсайтын, ұрып соғып, сөйтіп. Қазір заманда кәсіпте именно адамды сыйласып, сөйтіп қана жұмсай аласың. Басқара аласың. Соның ішінде енді көптеген мысалдар бар, бір екеуін айта кетейін. Бұл енді адам басқару деген нәрсе, адам көбейген сайын қиын бола береді екен. Жаңа Коносуке Мацусу деген кісі маған негізі қатты ұнап қалды. Таза реальный да өмірлері мысалдары. Сонда айтады, бір 10 адам басқарсаң, енді олар күнде көресің дейді. Ойыңды жеткізесің, нақты басқара аласың. 100 адамға дейін сондай болады дейді. 500 адам, уже 1000 адамға жеткен кезде, ол кезде енді Құдайға тапсырасың дейді. Өйткені сен айтқан сөздерің, одан кейін анау ген директорға бар, одан кейін бірден региональный директор дейді. Ол анау супервайзер, уже 5-6 адам өтіп барады да. Ол сол кезде ол уже сен айтқан ойың оған нақты жету екіталай екен да. Сондай мәселелер көп екен. Одан кейін жұмыс барысында мен түсінгенім, қарамағында адамдардың проблемасына, жеке проблемасы қатты кірмеу керек екен. Бұрын анау отырып, анау семьясында мәселені айтып келсе, жаным ашып, ойбу деп көмектесуге тырысып, сол әңгімесін тыңдап, сөйтіп келетін едім. Онан кейін қарасам, ол енді мен жұмыста болмайды екен. Енді біз бөбек қор емеспіз ғой, қайырымдылық қор емеспіз. Бұл жерде жұмыс жүру керек. Ал жұмысты, мысалы, проблеманы отырып, әркім семьясына араласа берсең, ол жұмыс жүрмейді екен. Сол үшін қазір біреу өстіп жеке проблемасын айтып жататын болса, мен уже әңгімені бөліп жіберетін болдым. Уже жұмысқа қарай бұрып жіберемін де, қалай қыламыз, не істейміз, мәселені қалай шешеміз, сол жағына қарай жасайтын болдым. Сол сияқты бұл енді басқару деген сондай көптеген нелерден тұрады, факторлардан. Енді оның барлығын енді мына жерде айту мүмкін емес. Ал енді ынтымақтастық деген нәрсе, ол да сол басқарудың бір жолы. Адамды мысалға жаңағы бірдеңе беруің керек, туған күні болады, өлім жітім болады, бір қиын жағдай болады. Болмаса жаңағы тимбилдинг дейді. Қазір енді мына бір мезгіл мерекелерге байланысты жаңағы іс-шаралар жасап. Мен өзімде мысалға енді жаңағы айтқандай мерекелерге, банкет, басқалар істеймін. Одан кейін құрбан айттарда барынша жаңағы өткен мал сойып құрбандық жасаймын, именно коллективный. Өткенде мынандай оқиға болды. Әкем тұрып, сол коллективіне беріп жатсың ғой, 3-тен 1-ін ағайынға бер деп. Мен айттым, әке дедім, коллективтің бұл өз несібесі. Қазір мысалы бір сорпа қатық емес, бір кәдімгі бір асым ет бару керек үйлеріне деп жатым да. Ал ағайынға мал сойғыңыз келсе, өзіңіз бөлек мал сойыңыз деп жатым да. Сол өйткені 1 жыл бойы адам күтеді. Оның ішінде ет жемей жүрген адамдар бар мысалға. Ет жесе де, мысалы, жағдай болса да, бәрібір де адам күтеді да. Биыл енді мысалы азайып қалса айтады ғой, әкең что-то пейіл тарла бастаған ба деген сияқты да. Адам көңіл ғой бұл жерде. Одан бөлек бір семьяда бала туылса,
үйде бала өмірге келсе оған бір чөргек пұл беремін. Ол да бір көңіл. Сондай нәрсе іс-шаралар жасаймын. Енді бір айда бір 5-6 бала өмірге келіпті да. Мен айтып отырмын, жайырақ тусын да, айтсаңдаршы келіншектеріңе деп қалжыңдап жатырмын да. Сол сияқты оның бәрі көңіл. Міне өстіп команданы осындай жаңағы беретін жерде бере біліп, алатын жерде ала біліп басқару керек. Аға, енді мынау келесі тарауларға қарап отырмын ғой. Нашар қызметкерлерден қалай құтыламыз деп жазған екенсіз. Сол бойынша айта кетсеңіз. Енді жұмыс болғаннан кейін әрине енді адамдар келіп жатады, кетіп жатады. Оның ішінде әртүрлі жағдайлар болады. Сол кездерде енді әртүрлі әрқайсысына байланысты бір шешімдер қабылдайсың. Енді кеткен адам ешқашан өзіңкі дұрыс емес деп санамайды ол. Енді тікелей бір ұрлық үстінде ұсталып қалмаса, сол. Енді кеткеннен кейін іште қыжыл болады, басқа болады, әртүрлі. Сондықтан мен енді анау қазақта сөз бар, жыланды басына ақ құйып шығарып сал дейді. Одан кейін ол кеткен адам мысалы сенің бүкіл қыр-сырыңды біледі. Мысалы ертең өзіңе бәсекелес болып кетуі мүмкін, конкурент болып кетуі мүмкін. Сондай жағдайлар болуы мүмкін. Сол үшін қазақта тағы да сөз бар, қасқырды бұрышқа қамама, өзің атылады дейді. Сол үшін мен енді ол кеткен адаммен жақсылап шығарып салуға тырысамын. Жаңағындай ұрлық сияқты статьямен болмаса, енді болады ғой, жұмысқа кеш келе береді, басқа деген сияқты. Ондай кездерде 1-2 айлығын беріп жібере салуға тырысамын. Ситуацияға қарап та. Чтобы ертеңгі күні өзіңе қарсы шығып кетпес үшін. Бұл да өте керек нәрсе. Негізі көп жерде айтуға болмайтын нәрсе. Бірақ енді мен кітапта осы нәрсені жаздым. Әр адам өзіне дұрыс. Өзіңкі дұрыс емес деп санамайды. Сондықтан осындай шешімдер қабылдаймын. Өте дұрыс, иә. Аға, енді келесі сұраққа көшсек, басшы деген кім жалпы? Басшы деген сөзді түсіндіріп өтсеңіз. Енді басшы адамға керек қасиеттер, мынау қазақта тағы да сөз бар. Жұмсақ ағаш құртқа жем, жұмсақ адам жұртқа жем дейді. Басшы адам жұмсақ болуға болмайды. Бұл туралы Инстаграмда айтқам, бір 40 мыңдай просмотр болды. Басшы адам деген тура биді туған жоқ, туғанды биде иман жоқ дейді. Қарамаған адамдарға әділ болу керек. Ол туысқан болса да, басқа болса да өзің туысқанға бұрып кетпеу керек. Өзімде де талай оқиғалар болды. Ағайын туысты айтты, өзің бауырларыңды жұмысқа алсай, ананың орнына, мынаның орнына алсай, сөйтсей деген сияқты. Ол нәрсе, ол өйтетін болсаң, ол баланс құриды. Тек қана туысқанға тарта берсең да. Ол кезде бөтен сыртты адамдар, мысалға ол кезде мына дәкең тек туысқанмен жұмыс істейді деген ғой деп, уже жұмыс істегісі келмей қалады. Сондықтан кәдімгідей басшы адам тура болу керек. Мен өзімде енді бірден басшы болып кете қойған жоқпын. Өте қиын болды, өйткені еш жерде жұмыс істеп көрмегеннен кейін оған ақыл айтатын адам болған жоқ. Сол себептерде мен бұның бәрін үйреніп жеттім. Бір күні бір пичоды цех сатып алдым. 25 адам жұмыс істейді деген. Сонымен жүріп тұрған жұмыс қой енді. Сөйтіп заттарын бәрін санап алдық, несін бәрін келісіп, воскресенье понедельник күні барып жиналыс жасадық. Мен өз адамды қойдым. Сөйтіп жиналыста айттық, енді осындай хозяин ауысты, бірақ істеп жатқан адам ешқайсысы жұмыстан шығармаймыз, ештеңе өзгертпейміз деп. Сонда жаңағы енді 25 адам қарап тұр ғой, енді бастық келді дейді. Бастық деген қалай болатынын білмеймін да. Қалай өзін ұстау керек, қалай тұру керек, қалай жүру керек, не айту керек. Мысалы, сол кездерде бір қиналғаным бар. Бірақ енді ары қарай көре-көре көсем боласың деп, қазір енді нені, қай жерде қалай айту керек, өз-өзін қалай ұстау керек, бәрін үйреніп жатырмыз ғой. Енді ақ көңілде болып көрдік. Адам көңіліне қарап, басқа қарап, бірақ оның бәрі болмайды екен. Басшы адам қатты жерде қақ тұрады дейді. Қатты жерге қақ тұрады дейді. Ол қаталда керек жерде қаталда бола білу керек екен. Тағы да бір енді басшы адам негізі бір байқаған байқампаз болу керек екен. Баяғыда Каска деген бизнес ассоциациясының авторына бардық, бизнес авторы. Көп адамдар келіп, сонда спикер жігіт танысып, басқа отырған кезде бір кісіге тұрып айтты, сізге менің сөздерім түсініксіз болып отыр ау деді. Сөйтсек, ол Түркиядан келген түрік екен де. Сонда ана кісінің уже жаңағы мына жерде әңгімені түсінбей отқанын сразу байқап қойды, танысып отқан кезде. Сонда қарап өзім риза болдым да соған.
сол сияқты енді сондай қасиеттері болу керек. Таразда Нұрлан деген ағамызбен жұмыс істейміз, халва заводпен. Сол кісі айтады, басшы адам жұмыстың ішіне кірмеу керек дейді. Жұмысты сыртынан байқау керек дейді. Өзі баяғыда бастаған кезде саудадан бастаған базадан. Сонда айтады, мен барып сауда істемейтін тұғым дейді. Сауда істемейтін тұғым дейді. Мен товарды әкеп берем, сатушылар қойып, содан сыртынан қарап отыратын тұғым дейді. Тағы не істеуге болады, тағы не әкелсем болады, тағы бұл затты сату үшін тағы не істеуге болады деген сияқты сыртынан байқап отыратын тұғым дейді. Міне қазір ол кісілер үлкен заводтары бар, бизнес-центрлері бар, сондай деңгейге жетті да мысалға. Осындай көптеген нәрселерді адам білу керек. Тағы да бір мысал айтайын, осы кітапта жазған. Бір заводтың директоры бар екен. Енді заводтың жұмысы жақсы жүргізеді екен. Завод жақсы жүріп жатыр. Бірақ қашан көрсең телефонмен сөйлесіп, сөйтіп отырады екен да, мына аяқты столдың үстіне қойып қойып, енді шетелде сөйтеді ғой. Содан кейін енді акционерлер бар ғой. Соларға жаңағы келеді осы болса, ана жұмыс дұрыстап жұмыс істемейді. Қашан көрсең телефонмен екі аяғын столдың үстіне қойып телефонмен сөйлесіп отырады деп. Сол акционерлер бетіп қарайды да, мынау ондай болса, бұдан басқа бір пысық адамды әкеп қойсақ, тағы да ол одан сайын жұмыс жақсы жүргізетін шығар деп, сөйтіп оны жұмыстан шығарып, басқа да бір адам жұмысқа алады да. Сөйтсе, енді анау келген адам енді мықты пысық екен енді. Азанда ерте келеді, кешке кеш қайтады, айда жүгіріп жүреді екен. Бірақ заводтың жұмысы артқа қарай кетіп жатыр дейді. Содан кейін енді бұлар арыз зерттеп, бер зерттеп түсінбейді. Бұған кінә артайын десе жүгіріп жүрген адам. Соны зерттеп, сөйтіп жүргенде, бір күні таппай жүргенде, сол жерде заводта істейтін бір кісі айтты. Сіздер дұрыс істемедіңіздер, алдыңғы басшымыз жақсы еді деп. Ол бізге тапсырма береді. Бізге одан кейін ары қарай еркін жұмыс істеуімізге воля береді деп, еркіндік береді. Өзіміз онша жерлерде өзіміз шешім қабылдап, өзіміз істей беретін едік. Өз ісімізді білеміз ғой дейді. Ал енді мына кісі директор, бұл бәр нәрсені өзі істейді. Бұл өзі келіп есікті ашады, өзі келіп станокты қосады, өзі қасымызда тұрады, бәр нәрсеге араласып кете береді. Сол себептен мысалы енді біз қазірде бізде еркіндік жоқ дегенде, бірдеңе істейтін болсақ адам күтіп отырамыз деп. Содан кейін барып қайтып бұл кісілер жаңағы акционерлер қателік жасаған түсініп, қайттан бұрынғы директорды шақырған екен. Міне басшы адам деген осындай болу керек екен. Енді мынау келесі жаңа тарау екен, өзі ерекше бөлек, қызметкерлер нені білу керек деген. Осы сұраққа тоқтала кетсек. Бұл жерде жаңағы кітаптың өзі тек қана кәсіпкер туралы болса, бұл тарау нағыз анау жұмыс істеп жатқан қызметкерлерге арналған тарау. Өмірде жұмыста қалай карьера дейді ғой, өсуге болады, қалай жетістікке жетуге болады деген осы жерде жазған, олардың жауапкершілігі қандай деп. Енді ол жерде көптеген мысалдар бар, өзіміздің басымызда болған, өмірімізде өткен, одан кейін басқа да. Енді талай оқиғалар болды. Бір мысал айтайын. Қызметкер адам негізі өзінің жұмысын өзі білу керек, артық әңгіме айтпау керек. Бізде бір қыз жұмыс істеді. Ол отырағып ана жерде енді компьютерде накладной ұратын тұғын. Отырып ана жерде келген адамдарға өсек айтады екен да. Анау ананың командасы, мынаның командасы деген сияқты да. Енді ол вообще дұрыс емес қой енді. Өзі дінде де айтады, ең үлкен күнәнің біреуі сол іріткі салу да. Содан кейін отырдық та бір күні жұмыстан шығарып жібердік. Одан кейін енді қызметкер адамға айтарым, өте істі өте ұқыпты істеу керек та. Немістер мысалға тірлікке өте пысық екен да. Бір кісі айтады, бір Ганс деген сварщик жұмыс істеген екен. Енді сварка деген кезде енді асықпай істейді екен. Бірақ өте сапалы істейді екен. Соны барып кейде енді асықтырып, Гансынан тезірек бітіре салшы енді деп, енді жұмыс болғаннан кейін жұмыс тоқтамау керек қой. Сөйтіп өтініш айтсаң дейді, айтады, жоқ, мен істеген екен дұрыстап істеуім керек. Ертең кейін мына көрген адам, мына Ганс оңбаған дұрыстап істемепті ғой деп айтады дейді. Міне. Сол сияқты сол мысалы немістерден негізі көп нәрсе үйренуіміз керек. Одан кейін жалпы енді көптеген мысалдар бар. Мен өзім бұғалтерім бар. Бұл кісі мысалға тірлікке деген өте жауапкершілігі мықты. Өзі мысалы кредитті қай уақытта төлеу керек, алдын ала ескертіп отырады. Мысалы енді бір-екі күн бұрын ескертіп қояды. Ертең төлейміз деп. Сөйтсек ол алдын ала айтып қояды екен де. Кейде енді ақша болмай қалады ғой енді. Сөйтіп бүгін төлей алмай жатырмыз десең,
жоқ негізі ертең төлейміз дейді, бірақ енді сізге бір күн бұрын алдын ала айтқан едім дейді да. Осындай жаңағы адам деген өте пысық болу керек та. Тағы да енді айтатын болсам мысалдар өте көп. Енді жұмыстан кеткен кезде адам барлығын енді дұрыстап істеп кету керек та. Адам өзі жұмыстан кеткеннен кейін білінеді ғой кімнің қандай жұмыс істегенін. Біреулер кеткеннен кейін өкінесің. Мынау кім негізі естімейтін жақсы жұмыс істеген екен ғой деп. Біреулер жаңа кеткеннен кейін қарасаң қайта бүлдіріп кеткен да. Мына кеткен жақсы болыпты ғой дейсің. Осындай көптеген оқиғалар бар. Одан кейін бір бизнес центр бар, бір кісі айтады, администратор бар екен өзің. Соны енді айтады, определенный айлық қой, бір 200 мың теңге ме айлық, аренда жинайды ғой. Сол бір күні келіп ренжіпті. Сен, менің айлығым аз, ана жерде киім сатып атқан, сол жерде сатушылардың өзінің айлығы менен көп деп. Содан кейін мен тұрып айттым дейді, сенің жұмысың бұл жерде клиент әкелу емес. Сенікі тек қана жаңағы аренда жинау, свет, су, газ төлеу, қарап жүру. Оған қатты бастың да керек емес. Ол клиент келсе, ол менің мысалға жаңағы соққан бизнес центріме сол жер ұнаған екен келеді клиент. Ол жер местоположениесі, сондай факторлармен келеді. Ол жерде сенің ешқандай рөлің жоқ қой дегенде. Ал енді сатушылар айлық көп болса, олар енді келген клиент ұстап қалу керек, барынша көп зат сату керек дегенде. Осындай мысалы әркім өз орнын біліп жүру керек та. Одан кейін енді бір мысал айтайын. Жұмыста енді көптеген жұмысшылар істеп жатыр ғой, бірақ енді кейде қарасаң бір жап-жас жігіттер охранник болып жүреді. Біздің базамыз охрана болды. Қарасаң жаңағыдай бойдақ, сондай бір былай айтқанда еңгезере жігіттер. Мен өзім ойлаймын да, мысалы айлықтары енді 100 мың теңге шығар енді. Сонда мысалы қашан үйленеді? Бұл қайтып үйленеді? Оған бір қалың малға, тойға ақша жинау керек емес бұлар деймін де. Сөйтіп ойланып енді айтайын деймін де кейін қой деймін. Енді адам өзі бір ойланып, өзі әрекет жасамаса оған не қажеті бар оны айтып. Осындай да жағдайлар, оқиғалар бар. Одан кейін енді жұмыс істейтін адам негізі жұмыс үшін көптеген құрбандықтары бару керек. Мысалға кешке той болады. Тойда түнгі сағат 1-ге дейін 2-ге дейін жүре бермеу керек ол. Ол ертең азында жұмыс. Ертең жұмыста есінеп, маужырап жүрмес үшін мысалға надо bude тойға бармай қоя салу керек. Барса да ертерек қайтуға тырысу керек. Осындай нәрсені білу керек. Одан кейін бір оқиға айтайын. Бір баняға бардық. Барғаннан кейін мынанша уақытқа отырамыз деп айтып болғанбыз, келісіп болғанбыз. Алдында телефонмен звондап сөйлескенбіз. Сөйтіп барғаннан кейін енді біраз отырғаннан кейін сөйтсек администратор ол емес екен, біз сөйлескен адам емес екен. Сол администратор сөйтсек басқа біреумен келісіп болған екен. Сөйтіп ана жерде жаңағы айқай шу болып, мазамыз алып кетіп қалдық. Сонда өзім ойладым да, енді бұдан кейін ол баняға бармаймыз дедік та. Енді соны өзім ойлап отырмын, енді ол баняның қай жайын оны білмейді ғой. Ол байғұс мысалға пәленбай миллионға сол баняны соқты, анау от жағып жатыр мысалға баняны, қаншама шығын жасап жатыр, айлығын төлеп жатыр. Енді мысалға сондай бір жөн білмейтін, дұрыс емес қызметтердің кезінен біз сияқты талай клиенттер кетіп жатыр ғой деп өзім ойладым да. Мысалы ол да дұрыс емес. Одан кейін тағы бір мысал айтайын. Бір кісінің бір шофер бар екен. Сол азында келіп жұмысқа алып кетеді ғой үйден. Сөйтсе, бұл кісіге мен машинаға мінген кезде, ана шофер машинаны сразу терезесін сүрте бастайды екен де. Бір емес қанша рет болыпты. Содан кейін бір күн сұрағым ғой, шырағым айналайын, мен келгенше сүртіп қойсаң болмай ма депті. Я мен келгеннен кейін сүрте бастайсың. Десе жаңағы шофер айтты. Көке депті, оны сүртсем сүртіп қоямын оны депті. Бірақ сіз просто үйден шыққан кезде ұмытып кеткен нәрселеріңіз болса, есіне түсіріп алсын деп, кішкене сізге уақыт беремін депті да. Қазір сіз ұмытып кетсеңіз, біраз жер кетіп қалып, қайтып келіп жүргенше, сіз кішкене ойланып алсын деп сөйтем депті. Қарасаң оны қандай керемет мысалы адамды. Енді жұмысшы адамға тағы бір айтарым, жұмысшы адамның жан-жақты болған жақсы. Жан-жақты барынша мысалға жұмысына қатысты нәрседен бөлек, енді общение деген болады ғой. Адаммен сөйлесесің. Сол кезде де жан-жақты мысалға дін, тарих, саясат, әңгімелерді білген жақсы. Адаммен адам сөйлескеннен кейін адамға, басшы адамға мысалға кейде сол әңгімелер ұнап қалуы мүмкін. Сондай. Одан кейін қазақта сөз бар, мінез қиықтың ішкен сұйық болады дейді. Жұмыста жүрген кезде адам мысалға характері дұрыс болу керек. Оның ондай бір кісілігі болады ондайда адамдар.
тағы басқа мысалы әртүрлі жағдайлар ол ешкімге керек емес. Сол үшін жаңа қазақтың сөзі бар, мінезі қиықтың ішкені сұйық болады дейді. Ондай адам еш жерге сыймайды. Тағы да енді айтатын болсақ әңгіме көп, бірақ енді жалпы мен осы тақырыпта түйіндеп айтатын болсам, негізі басшы адам өзі барлық тірлікті өзі шешіп тастайтын адамды іздейді. Өйткені басшы адам бәр нәрседе жүгіре бермейді ғой. Сол кезде бір тапсырманы такаса орындап, айтылған нәрседен бөлек айтылмайтын нәрсе болады. Соның бәрін сезіп, соның бәрін өзі алдала істеп қойған адам жақсы көреді. Міне егер де жұмыста жүрген адам өсем десе, осындай нәрселерді білген дұрыс. Енді келесі тарау, серіктес деген жалпы кім? Серіктеспен қалай жұмыс жасаймыз? Серіктесті қалай таңдаймыз? Сол бойынша сұрақ жауап берсеңіз. Енді бұл жерде өзім басымда көп жағдайлар болды. Серіктестен ұтқан да ұтылған да жерлерім болды. Сондықтан енді серіктес туралы көп өзім басымдағы оқиғаларды жаздым. Біріншіден серіктес қай уақытта керек болады? Серіктес деген нәрсе адамның жұмысы өсіп, үлкен бір проектке шығып жатқан кезде керек болады. Енді кішкентай ғана тірлікте серіктес керек емес қой енді. Адамның жұмысы өсіп, ауқымы үлкейіп, бюджеті үлкейіп деген сияқты. Сол кезде адам өзінің ақшасы жетпей қалады. Одан кейін жаңағы уақыты жетпейді, тәжірибесі жетпейді деген сияқты. Сол кезде енді адамның күні адаммен дегендей уже адам іздейсің. Енді өз басымда кезінде серіктесті осы керек емес деп сөйтіп бір қателік жасаған кезім болды. Бәр нәрсені енді өзіме аузыма тыққым келді ғой енді. Мынау чечил шығаратын тұғым. Чечил деген сүттен шығаратын өнім. Соны енді жүргізе алмай жаттым. Сол кезде бір кісі тұрып айтты, дәке деді, соны маған бер, 50-50-ге келісейік, мен жүргізіп беремін. Енді біраз ақша салып тастағым ғой енді. Сол кезде жаңағы айтқанымдай енді іштарлығым болды ғой енді. Сол енді өзім бәрін өзім пайданы өзім көремін, 50% деген немене бәле ол деп деген сияқты. Кейін енді көп ұзамай жұмыс тоқтады. Сол кезде бір өкіндім де, қап соған бере салғамды. Ар жағында 50% деген өзі бұл бірталай ақша болайын деп тұр ғой енді. Содан кейін серіктес деген нәрсенің өзі керек кезінде ол да жақсы нәрсе екен деп түйдім. Қалай жұмыс жасаймыз? Қалай таңдаймыз? Қалай таңдаймыз дейтін болсақ, бұл енді таңдау оңай емес, өйткені адамды тану деген мәселе ғой бұл жерде. Енді ол адамды тану оңай емес, адам аласы ішінде, мал аласы сыртында дейді. Одан кейін сондай адамның өзі сол кезде қателеспеуің керек қой. Сондықтан енді мен түсінгенім, бірінші теорияға негізделген серіктестен аулақ болу керек. Ол тек қана ауызбен айтып жүрген адам, бірақ іс жүзінде ештеңе істемеген адамды. Мен өзім сондай серіктестен өте қатты аяқ жедім. Екіншіден, өтпелі кезеңде жүрген адаммен жұмыс істеуге керек екен. Өтпелі кезең деген әлі ол да пісіп, өмір көріп, басқа қылып, ондайға жетпеген адамды. Бірақ енді ақшасы болуы мүмкін, әңгімесі жақсы болуы мүмкін, бірақ ең басты бұл жерде ключевой сөз сол піспеген адам енді. Содан кейін тағы қандай не айтсам болады. Абыройын ойлайтын адаммен жұмыс істеу керек екен. Ол енді жұмыс болғаннан кейін ертең әртүрлі проблемалар болады, әртүрлі непредвиденный обстоятельства болады. Сол кезде айтқанда пошел деп кете салмау керек те ол адам. Ол адам ертеңін ойлайтын, ертең айтып қарым-қатынасты ойлайтын сондай адам болу керек те. Одан кейін серіктестер жалпы екеуі де негізі бір шаг артта жүретін керек кезде, мысалға бір мәселе болғанда, бір қадам артқа жасайтын адамдар болған жақсы екен де. Тек қана өзіңкі менікі дұрыс дей бермей, сөйтіп жаңағы кішкене енді түсіністікке барып, сөйтетін адамдар болған дұрыс екен. Дұрыс. Одан кейін енді айтатын Исатай басшы мен қосшы дейді. Өзі бір адам әрқайсысы өзі келісіп алу керек. Кім басшы, кім қосшы, кім не істейді, не қояды. Осы мәселелерді нақты шешіп алу керек екен. Одан кейін енді серіктеспен жұмыс істеген кезде мен айтарым, барың сал жүрме.
бүкіл бюджетті оған салып жіберуге болмайды. Не клади все яйца в одну корзину дейді ғой. Өйткені ол адам мысалға ертең бәрін салып жіберіп, мына жұмыс жүрмей қалса, ол болмайды екен. Содан кейін біреуге күн қараған күнің құрсын дейді ғой. Ол адамға сен бәрін салып не жазсаң, ол тем более ол адам болса проекттің егесі. Ертең ол жұмыс жүрмей қалатын болса, мысалы, ол әйтеуір мәселені өзі шешеді, өйткені ол тірлікті өзі біледі ғой. А сен со стороны болсаң, жаңа бар ақшаңды салып қойған болсаң, ол кезде міне нағыз қуырдақтың сол кезде болады екен да. Осындай факторлар бар. Сондықтан енді мен айтарым серіктестік туралы енді өзім жаңа басында айтқанымдай қателескен де жолым болған да жерлер болды. Сол енді Құда қаласа енді алдағы уақытта осының бәрін түйіп отырмын. Бұдан кейін серіктес таңдауда қателеспейтін шығармын деп отырмын. Дұрыс, иә. Енді аға келесі тарауларға келсек, кәсіптегі қиындық неден болады, және де қандай күйге түсеміз сол қиындық кезеңдерінде? Енді кәсіптегі қиындық бұл дайындық болмағаннан болады ғой. Мысалға біз өзімізде көптеген сол мәселелер болып жатқаны сол дайындық алдын ала дұрыс есептеп болмағаннан сондайдан болады да. Оны қазақта айтады, әлін білмеген әлек дейді, өзің білмейтін нәрсеге ұмтылғаннан. Одан кейін қой көрмеген қолап өлтіреді дейді. Өзің көрмеген нәрсе істегеннен кейін сондай факторлар. Мысалға соғысқа барған сол жақта енді шығын болады, адам өледі. Соның 10-нан 9-ы сол жаңадан келгендер екен. Жаңадан барғаннан кейін қалай соғысу керек екенін білмейді, қалай жаңағы сол жерде қорғану керек екенін білмейді деген сияқты да. Сонда 10-нан 9-ы сол жаңадан барғандардан болады екен. Сол сияқты кәсіпте де сол болып тұр ғой. Өзі бұрын істеп көрмеген, өзі көрмеген нәрсені ақылдаспай істегеннен, дайындалмай істегеннен болады. Одан кейін мына Кийосакидің айтатыны бар. Лотереяда ұтқандардың Америкада енді 50 миллион, 100 миллион доллар ұтады ғой. Соларды бір 2-3 жылдан кейін зерттепті. Не істеп жатыр екен осылар деп. Сөйтсе, почти енді барлығы десе болады. Сол баяғы жартас, сол жартас бұрынғы күйіне қайтып келген ғой. Өйткені істің көзін білмейді. Істің көзін білмейді да, содан кейін жаңағы ол кезде анау келеді, ойбай ақшаң бар, бір машина қазір өтіп жатыр, машинаға салайық, анау тойхана салайық деген сияқты әңгіме ғой. Сөйтіп содан кейін сол жаңағы өзі білмейді. Білетін адам жоқ. Сөйтеді да сойып ұрынады. Мен мына бір досым бір огурцы екті теплицада. Сонда жаңағы мен сұрадым енді, оны өзің бұрын егіп көрмегенсің, білесің бе өзі деп. Сөйтсем біреу үйретіп жатыр деді, әліппесінен бастап үйретіп жатыр деді. Содан көп ұзамай енді банкрот болды ғой. Сөйтіп содан кейін сұрадым ғой, досым үйрететін адам бар деп ең, әліппесінің бәрін үйретіп жатыр деп айтқан едің, не болды енді дедім ғой. Сөйтсем нүкте түрлерін қай жерге қоятынын айтпай кетті дейді. Сол сияқты да ол енді кәсіп деген нәрсе, ол подводный камень дейді ғой, сондай нәрсе көп болады. Содан кейін сол нәрсені білмегеннен кейін адам ұрынады да. Сол бірден байып кете салам дейді. Асығып, аптығып сөйтеді да, анау кеп уақыт бермейді. Ойбай тез мынаған ақша салып, бүйт сөйт деген сияқты. Міне осындай жағдайлардан кәсіпте адам артқа кетеді. Енді осы кәсіпте жаңа қиындықтарды айтып өттіңіз ғой. Сол қиындықтардан қандай күйге түседі кәсіпкерлер? Енді ол оңай кездер болмайды. Тас түскен жерден ауыр дейді. Ондай кезде сасқан үйрек артымен сүңгиді дегендей, өзің далбасалап, өзі жын ұрған бақсыдай болып қаласың ғой. Ондай кезде мен айтарым, енді айтқандай тас түскен жерден ауыр дегендей, өте қатты қиналасың ғой. Бірақ енді боларсыз болып бояу сіңгеннен кейін адам бәрібір де сабырға келіп, өткен іске өкінбе дейді ғой. Сол болған жағдайға көну керек екен. Енді ол ары қарай тірі адам тіршілігін жасайды дегендей, мәселені шешуің керек, қарызың болса қарызды беруің керек. Ол бәрі мойында тұрған жүк болған екен, анау дүниеге алып кете алмайсың. Ондай кезде сол бөр арығын білдірмес, сыртқы жүнін қампайтар дейді. Бас жарылса бөрік ішінде, қол сынса жең ішінде дейді. Сондай адам ешкімге елге барынша білдірмей, қайта тірлігін дұрыстап істеп, сөйтіп әрекетін жасау керек қой. Енді ол кез енді оңай болмайды енді. Бірақ енді түбінде мен түсінгенім, ондай кезде бір жаратушыға жақындайды екенсің. Өзі
құдайдың құдіретімен шығатынын түсінеді екенсің де. Сол құдайды танысаң, сол кезде мына шешілмейтін түйін жоқ дейді. Мен енді сол кезде өзім сол дінді, ата бабамыздың тарихын білгеннен кейін шығар, сол шешілмейтін түйін жоқ деп, одан кейін Алла тағала сендерге көтере алмай жүк бермеймін деген сол нәрселерді білгеннен кейін барып, өзім сондай жағдайларда шықтым деп айта аламын. Енді аға жаңағы кәсіптегі қиындықты, қандай күйге түсетінімізді айттық қой. Енді қиындықтан қалай шығамыз, сол қиындықтардан? Сол сұраққа жауап берсеңіз. Енді мынау жаңа айттық қой, қандай күйде болады дедік қой. Одан кейін енді уақыт емші дейді. Адам өз уақыт өткеннен кейін ары қарай әрекетін көніп, адам 3 күннен көрге де үйренеді дейді. Одан кейін ары қарай енді әрекетін жасау керек. Абай атамыздың сөзі бар ғой, өзіңе сен өзіңді алып шығар, ақылың мен еңбегің екі жақтап деп. Жалпы проблема екіге бөлдім да проблеманы. Орысша айтқанда контролируемый, не контролируемый дегенде. Енді ситуацияға қарайсың, контролируемый болса, оны нормальный. Ол сумма маңызды емес ол жерде. Проблема маңызды емес. Главное, сен өзің әрекетін жасап шешілетін болса болды. Кейде болады енді ол. Ол енді неден шығып кетеді, рамкадан шығып кетеді, ол енді действительно қиын болады. Ол кезде енді мысалы саған байланысты емес жағдайлар болып кетеді, мысалы сен қанша әрекет жасасаң да болмайды. Ондай да жағдайлар болады. Енді біріншіден соның өзің қай негде тұрғанын білуің керек та, ситуацияда тұрғаныңда. Одан кейін тағы бір мәселе айтатыным, өмір деген кезең дейді. Өмір кезең. Кезең-кезеңмен болады. Мысалы, сен бір кездер болады, қанша әрекет жасасаң да мәселе шешілмейді. Өйткені уақыты келген жоқ та оның да. Мысалы, бір тұмаудың да өзі карантин кезде де айтты ғой, өзінің әлі пигіне жеткен жоқ деп. Ол жерде ол қанша жерден мемлекет әрекет жасаса да болмайтын белгілі да. Сол сияқты проблеманың да өз кезеңі болады. Кезең-кезең. Соны да байқауың керек. Енді ол енді әрине саған байланысты емес. Оны енді саған енді білмеуің де мүмкін енді ол мәселе, өйткені Құдайдан ғой қай уақытта келетіні. Бірақ егерде сен жаңағы әлі неге келмесе, уақыты келмесе, ол жерде ештеңе істей алмайсың. Бірақ енді тағы да мынандай сөз бар, мал таппайтын еркек жоқ, құрауын айт дейді. Бұл да Алланың сен өз сәтін салуына байланысты. Сондықтан енді көп нәрсе сол сыртқы факторларға, сондай мәселеге байланысты. Бірақ енді адам өзі әрекет жасау керек. Өйткені тоқтап қалмау керек те. Бәрі сен әрекет жасағанға қарай Құдай өзі ретін береді. Сондықтан қазақта айтады, есектің атын жусаң да мал тап дейді. Ондай кезде ештеңе істеуден адам ұялмау керек. Барың салып, не бар мысалға. Тағы сөз бар ғой, есің кетсе ешкі жей дейді. Ешкі жейіп есің жейді дейді. Ондай кезде ұят бәрін қою керек. Барлық жұмыс істей беру керек. Содан кейін ондай жағдайдан бір алып шығатын нәрсенің біреуі, ол намысқойлық. Ол адам намыстанасың да ол кезде енді. Намыстануың керек. Барып, мысалға жаңағы ешкімне кем болмауым керек, мен осы мәселені енді досқа күлкі, дұшпанға табу болмауым керек қой, былай айтқанда. Сөйтіп намысқойлық мені өзімде көп жерде алып шықты. Осындай қасиеттерді білу керек. Енді аға осы кәсіптегі қателіктердің алдын қалай аламыз? Бұл туралы да бір жақсы инсайттар жаздым. Жалпы қателіктің алдын алу үшін ең біріншіден бағана айтқанымдай кезеңге бөлдім ғой. Бөлтірік, көкжал, абадан деп. Мен айтарым, бөлтірік кезеңде ешқашан кәсіп бастама. Ол кезде кәсіп бастасаң, ол міндетті түрде абсолютно 99% провал болатын, ол гарантия ол. Одан кейін алдын алудың бір жолы, ол ел жұрттан ақыл кеңес алу керек. Білетін адамдар. Әр жолы міндетті түрде совет сұрау керек. Мынаны істейін деп жатырмын, қалай болады деп білетін адамдардан ақылдасу керек. Одан кейін кәсіп барысында жүріп жатқан кезде сол кезде көп адам қателігі артық шығын жасайды. Фонд жасайды. Машина алады, бірдеңе қалады. Сондай. Осындай нәрселерден сақтану керек. Жұмыс әбден жолға қойылғанша, даже үй алудың да қажеті жоқ. Арендада тұрғанда ештеңе жоқ. Ең бірінші жұмысты әбден жүргізіп алу керек. Өзі орыстардың бір несі бар ғой, Кутузовтың Наполеон жеңгені. Москваны берсек берейік, армияны бермейік дейді. Сол сияқты кәсіпте де адам бірінші кәсіпті әбден жүргізіп алғанша, ұят, анау-мынау деген нәрсені қою керек. Москваны мысалы беру оңай болған жоқ қой оларға.
Ол бүкіл әлем қарап отыр, мысалы бір мемлекеттің, мысалы дардай мемлекет. Сонда да олар мына жақта армияны сақтап қалу үшін Москваны да беруге келісті да. Сол сияқты кәсіпте де айтарым, ешқандай ел жұрттың әңгімесіне қарап басқа қылудың қажеті жоқ. Әбден жұмыс жүргенше фонд жасаудың қажеті жоқ. Осындай көптеген нәрселерді істеген кезде адам ешқандай мысалға қателікке ұрынбайды. Енді аға, осы кітаптың соңына жеткен сияқтымыз. Айта берсек бітпейді, ішінде не деген көптеген ақпараттар бар. Өзіңіз соңын қорытындылай кетсеңіз. Дұрыс айтасың. Енді бұл 201-денге бет кәдімгідей кітап қой. Бұның бәрін бұл студияда айтуда мүмкін емес, міндетті емес. Мына жерде тыңдарман қауымға основной ойларды берсек дедік, бердік деп ойлаймын. Енді айтылмаған әңгіме өте көп, тараулар бар. Оны енді оқырман қауым өзі қызыққан кісілер өздері кітап сатып алып, ары қарай өздері оқыр. Бүгін енді мен өзім ойлаймын, основной айтайын деген ойларымызды айттық, барынша жеткізуге тырыстық. Құда қаласа ел жұрт осы кітапты алып, оқып, құда қаласа кәсіптерінде табысқа жетсек деген ойым бар, ниетім бар. Сондықтан енді рахмет, жақсы әңгіме болды деп ойлаймын. Ал енді құрметті көрермендер, сіздермен қоштаспаймыз. Кәсіпте жүрген кісілер, кәсіпте енді бастағысы келіп жүрген кісілер Данияр Беркімбаев ағамыздың осы әрекетке берекет кітабын оқуға кеңес береміз. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.